Қазан айында ауа райы қандай болады? Барша хабардар және сақ болсын. Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Сәлеметсіздер және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астына бірден лайк және жазу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз қабат олардың қабырғаларына тиісін. Біз сізге ең жазын жеткізуді жалғастырамыз. Кеше біз бастадық. Қазгидромет синоптиктері қазан айында ауа райы қандай болатын туралы болжам жасады. Мамандардың болжамынша бірінші онкүндікте атмосфералық фронттардың жиі өтуімен жаңбыр жауып, найзағай ойнап, желдің екпіні 15-23 миллисекунд күшейеді. 3-4 қазанда республиканың шығысында және оңтүстік шығысында қатты жауын-шашын жауады. Түнде таулы аймақтарда жаңбыр жылбықсы қарға айналуы мүмкін. Тек кей күндері ғана республика бойынша күн жылы әрі ашық болады. Басқаларда хабардар болу үшін видеоролигімізді достарыңызға таратуды және де лайк басуды ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату оны жасаумен тең екенін ұмытпай, қымбат көрермен, сау сәлеметте болыңыздар.